Салыстырмалы теорияның негіздері. Эйнштейн постулаттары және Эйнштейн постулаттарының салдары. Электродинамиканың даму барысында кеңістік пен уақыт жөніндегі түсініктерді қайта қарастыруға тура келді. Ғасырлар бойы өзгермейтін деп есептеліп келген кеңістік пен уақыт жөніндегі классикалық түсініктерге сәйкес. Бірінші, уақыт абсолют шама деді. Бұл нағандай сөз. Яғни уақыт қозғалысқа тәуелсіз өзгермейді деді. Екінші, ұзындық абсолют шама. Бұл нағандай сөз. Бұл кез келген дененің сызықтық өлшемдері жылдамдыққа тәуелсіз деді. Бірақ та Эйнштейннің арнаулы салыстырмалы теориясын дегеніміз ескі классикалық түсініктердің орнын басқа кеңістік пен уақыт туралы жаңа ілімнің пайда болуы. Сөйтіп, электродинамика, яғни зарядтардың, тоқтардың әсерлесуі, электромагнит толқындардың пайда болуы, осының барлығы салыстырмалы принципімен үйлесетін Ньютонның механикасының арасында белгілі бір қайшылықтар бар екенін анықтады. Бұл қайшылықтар қалай жеңу болады? Ол үшін үш мүмкіндік жасады. Бірінші мүмкіндік салыстырмалы принципін электромагниттік құбылыстарға қолдануға болмайды деп айтуымызға болады. Екінші мүмкіндік Максвелл заңдарының өздерін дұрыс емес деп есептеуге болады. Үшінші нақты қажетті мүмкіндік бұл салыстырмалы принципте Максвелл заңдарында сақтау үшін кеңістік пен уақыт туралы классикалық түсініктерден бас тарту. Бұл негізгі, яғни біз баяғы абсолют шама дегеннен ауытқуымыз керек. Сонда уақыт пен кеңістікке басқаша біз түсінте береміз. Бірден бір осы үшінші түсінік. Эйнштейн біртіндеп әрі қарай жетілдіре отырып, кеңістік пен уақыт туралы жаңа түсініктерге келді. Алғашқы екі мүмкіндікті эксперимент жоққа шығарды. Эйнштейн екі негізгі постулаты бар. Бірінші, табиғаттың барлық процестері кез келген инерциялы санақ жүйесінде бірдей өтеді. Бұл негізгі принципі. Екінші, жарықтың вакуумдағы жылдамдығы барлық инерциялы санақ жүйесі үшін бірдей. Яғни 3 көбейтілген 18 дәрежесі метр бөлінген секунд. Осы салыстырмалы теорияның постулаттарының негізінде төмендегенде бір қорытынды жасауымыз бар. Яғни салдары. Бірінші, релятивистік қысқару. Яғни элементар бөлшектер үшін ұзындық ол жылдамдыққа тәуелді екені көрініп тұр бірінші формулада. Нағыз сөз. Егер де дененің жылдамдығы немесе жүйенің жылдамдығы артатын болса, бұл ұзындық азаяды екен. Яғни бұны релятивистік қысқару деп айтады. Мұндағы L деп отқан бастапқы бұл өлшем ұзындығы жылдамдық бөлге тең болған кезде, ал L деп отқан жылдамдықтың V деген мәніндегі. Екінші, осы салыстырмалы теория бойынша уақыттың баяулаудың эффектісі. Яғни, егер де жылдамдық артатын болса, екінші формуланың бөлшегі кемиді, ал тау артады. Тау бастапқы тау нөлден көбірек болады. Яғни, бұл уақыт баяуланады деген сөз. Келесі үшінші, массасы да өзгереді екен. Үшінші формада M0 деп отқанымыз, осы дененің бастапқы массасы, яғни жылдамдығы 0 болған дейді. Егер де дене бір жылдамдықпен қозғалатын болса, жарық жылдамдығы жағын, онша массасы оның артады.
ең негізгі Эйнштейн постулаттарының бірі, жалпы дененің массасының өзгерісі әр уақытта энергияның өзгерісін тудырады. Яғни, егер жүйенің, дененің энергиясы өзгерсе, онда оның массасы да өзгереді. Сонда бұл 4-ші және 5-ші формулалар көрсетіп тұрғандай. Яғни дәл деп отырған массаның өзгерісі, дәл деп отырған энергияның өзгерісі арасында байланыс С квадрат арқылы өрнектеледі. Соныменен Эйнштейннің айтуы бойынша, постулаттар бойынша релятивистік бөлшектер үшін, яғни жылдамдығы жарқын жылдамдығы жақындайтын бөлшектер үшін ұзындық, уақыт, масса, энергия әр уақытта жылдамдыққа тәуелді болады екен. Үйге тапсырма. Тыныштық массасының 2 есе артық релятивистік бөлшектің жылдамдығын анықтаңыз. Екінші, жалпы релятивтік қысқаруды және релятивистік уақыттың баяулығын түсіндіріңіз.